Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін біз сіздермен бірге тікелей эфирде қауышып отырмыз. Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуды жоспарлау және оның ерекшеліктері тақырыбында сөз қозғайтын боламыз. Құрметті әріптестер, сіздер өздеріңіз білетін болсаңыздар, қазіргі кезде бізде облыстық шығармашылық топ жұмыс жүргізіп отыр. Бұл жазғы мектептер мәселесі бойынша. Және өздеріңіз білесіздер, биылғы оқу жылында 2021-2022 оқу жылына арналған әдістемелік нұсқау хатта білім орнын толықтыру, білім оқулықтарының орнын толтыру мәселесі бірінші кезекке қойылып отыр. Яғни, пандемия жағдайында қашықтан оқыту кезінде біздің балаларымыз коммуникативтік дағдыларды меңгеру бойынша біршама артта қалып қойды. Яғни, коммуникативтік дағдылар тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым дағдылары барлығы бірден жүзеге асқан жоқ. Сол мақсатта біз балалардың меңгере алмаған тақырыптарын, күрделі оқу мақсаттарын анықтау және оларды кіріктіріп, жексенбілік сабақтарға шақыру және жазғы мектептер ұйымдастыру мақсатында қазіргі кезде күнтізбелік тақырыптық жоспарларды тізбектеп отырған жағдайымыз бар. Сондықтан сіздердің де өздеріңіз білесіздер, тек қана офлайнға шақырып, әр 90 аяқталған кезде, каникул кезінде оқушыларды мектепке шақырып, офлайнға шақырмай-ақ онлайн режимде өткізе берулеріңізге болады. Себебі білесіздер, қай баланың қай тақырыптан ақсап тұрғанын, оқу бағдарламасы бойынша қай күрделі оқу мақсатында бала қиындық тудырып отыр. Міне осы мақсатта сіздер биылғы оқу жылында жыл бойы жұмыс жүргізетін боласыздар. Және өздеріңіз білесіздер, 2021-2022 оқу жылында 19 маусымға дейін жазғы мектептер ұйымдастырылып, біздің оқу күндеріміз ұзартылып отыр. Сондықтан сіздер оқу сабақ беретін өздеріңіздің, мысалы үшін 5-9 сыныптар, ал 10-11 сыныптардағы қоғамдық гуманитарлық бағыт және жаратылыстану математикалық бағыт бойынша шығармашылық топ өздерінің КТП-сын жазып сіздерге ұсынатын болады. Бірақ сіздер де өз ойларыңызды немесе өздеріңіз жасап жатқан іс-шара жоспарлары бойынша ұсыныстарыңызды, ой пікірлеріңізді айтуларыңызға болады. Яғни балалардың білім оқулықтарының орнын толтыру, ол бойынша қандай жұмыс кестесін ұйымдастырдыңыздар, қосымша сабаққа қай кезде шақырасыз, каникул кезінде баланы мектепке шақырмай-ақ онлайн форматта ұйымдастырасыз ба? Міне осы мәселе төңірегінде ой қозғауға мен сіздерді шақырамын. Тағы да айтып кететін жағдай, сіздер білесіздер, ұбт кезінде біздің балаларымыз оқу сауаттылығынан төмен балл жинап жатады. Не үшін? Оны өздеріңіз білесіздер, біздің балалар көркем әдебиет оқуды мүлдем тоқтатқан. Қазір мынау телефон, смартфон алып, сонымен тек қана соған қадалып отырады, ал біздің балалар оқылым, тыңдалым, жазылым дағдыларын көп меңгермейді. Сондықтан да біздің балаларымыз логикалық сұрақтар қойылған оқу сауаттылығы бойынша сұрақтарға жауап беруде көбінесе ақсап жатады. Оны оқу сауаттылығын біз тек қана 11 сыныпта емес, біз оны 1 сыныптан бастап оқу сауаттылығына үйретіп келеміз. Яғни оқу сауаттылығын балаларға меңгерту арқылы біз балалардың бойында функционалдық сауаттылықты жетілдіреміз деп ойлаймын. Себебі мектепте алған білімі,
сабақта алған білімін күнделікті тәжірибеде қолдана білетін оқушы ол функционалды сауатты тұлға болып саналады. Ал енді біз соны толықтай өз дәрежесінде меңгертіп жатырмыз ба? Міне осы бойынша да өткенде Отырар ауданы алдыңғы қатарда оқу сауаттылығы бойынша жоғарғы көрсеткіш көрсеткендіктен Отырар ауданының мұғалімдерімен бірге біз осы мақсатта семинар, ақпараттық семинар ұйымдастырған болатынбыз. Ол жерде тәжірибелі ұстаздар өз тәжірибелерін ортаға салды, өз ойларымен бөлісті. Яғни баланы оқу сауаттылығына баулу үшін біз тек қана сұрақ беру емес, мәтінді бірінші мәтінмен жұмыс жүргізу, мәтінді толықтай түсініп алған оқушы ол сұрақтарға мүдірмей жауап бере алады. Сондықтан бірінші кезде біз оқылым дағдысын баланың бойына қалыптастыра білуіміз керек екен. Сондықтан құрметті әріптестер, біздің тілшілер, тіл жанашырлары, сіздер биыл білесіздер, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл және ұлт ұстазы атанған Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойын тойлап, осы жылды бастап отырмыз. Онымен бірге тіл құралы, әдебиет танытқыш еңбектерінің шығармаларының авторы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы. Енді осы тақырыптар төңірегінде оқушылармен қай уақытта болса да кітап оқу, оқуға құштар мектеп, ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың оқуға құштар мектеп жобасы бойынша бірінші жұмысты біз жүргізуіміз керек. Әдебиетшілер, яғни кітап оқыту балаларға. Ол кітап бойынша олардың көзқарасын тыңдау, балаларды бір-бірімен пікірталасқа ұйымдастыру жағы қалып бара жатыр. Сондықтан оқу сауаттылығы, функционалдық сауаттылық, бұл мәтіндермен жұмыс жүргізу, тілдік дағдыларды меңгерту барлығы бір сұрақтың бір шеңберінде болып келе жатыр. Сондықтан сіздерден өтінерім, оқуға құштар мектеп жобасын қай уақытта болса да назардан тыс қалдырмай бірге алып жүрулеріңізді өтінемін. Енді құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз, ойларыңыз, пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, қоя берулеріңізге болады. Сіздердің микрофондарыңыз ашық. Сіздерге егер сұрақтарыңыз болмайтын болса, сұрақ жоқ болса, сіздер білесіздер. Былтырғы оқу жылында жазғы мектептер ұйымдастырылу қойылды. Енді ол кезде бірінші жыл болғандықтан 19 маусымға дейін оқу мерзімі ұзартылып, оқушылар мектепке шақыртылып оқытылды. Ал енді қол жетімді болмаған жағдайда оқушылар мұғалімдердің тек қана мектепке емес, онлайн форматта да оқып жатты. Ал кейбір ұстаздарымыз саябаққа апарып өтіп жатты сабақты, кейбір ұстаздар мектепке шақырып өтті. Енді биылғы жылға жазғы мектепті ұйымдастыру формасы енді 1-тоқсанда, білесіздер, біз 1 қарашадан 10 күнге шығамыз каникулға. Міне осы демалыс күндері 10 күнде біз не өтеміз балаға? Біз 15 баладан бір топты жинап алып, 15 балаға не үйретеміз? Өздеріңіз білесіздер, жеңілден күрделіге қарай шиыршық қағидаты арқылы оқу мақсаттары, ол оқу мақсаттарынан сабақ мақсаттарын шығарып, оқу бағдарламасына сәйкес, үлгілік оқу жоспарларына сәйкес біз балаларға тапсырма беріп жатамыз. Ал енді биылғы жылы әдістемелік нұсқау хатқа назар аударған болсаңыздар, үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс деген бізге арнайы тақырыптар беріліп отыр. Яғни үлгерімі төмен оқушылармен біз жұмысты қалай ұйымдастырамыз. Яғни осы каникул кездерінде, демалыс кездерінде балалармен жұмыс жүргізу, яғни күрделі оқу мақсаттарын, баланың түсінбеген тұстарын, баланың әлі де ол тақырыпты жете меңгермегендігін, ол тақырып төңірегінде баланың ойлау қабілетінде әлі біраз жұмыс жүргізу керектігін анықтағаннан кейін барып біз осы оқу мақсаттарына сәйкес жұмыс жүргізетін боламыз. Сол үшін күнтізбелік тақырыптық жоспарды 2 сағат болса, мысал үшін қазақ әдебиеті 2 сабақ, 5-ші сыныпта, 6-шы сабақта 2 сабақ болатын болса, міне осы 2 сағат көлемінде ғана шақыра аламыз. Біз балаларды күнде шақырып, күн сайын біз оларды шақыра алмаймыз. Сондықтан
қай сыныпта қанша сағат бізде қазақ тілі мен әдебиет сабағы берілген, сол сағаттар көлемінде бірінші тоқсаннан кейін күнтізбелік тақырыптық жоспарда, екінші тоқсаннан кейін, екінші тоқсандағы өтілген сабақтар бойынша біздің балалар қай тақырыптарды меңгере алмады, білімнің олқылықтарының орнын толтыру бойынша бізге қандай жоспар құру керек. Міне осы мақсатта жұмыс жүргізесіздер. Бірінші тоқсандан кейін, екінші тоқсаннан кейінгі демалыс күндерінде, және үшінші тоқсаннан кейінгі демалыс күндерінде, төртінші тоқсаннан кейін, және жазғы мектеп 19 маусымға дейін ұзартылатын жазғы мектепте біз қандай тақырыптар төңірегінде балалармен жұмыс жүргіземіз. Бізде әдістемелік нұсқаулықта көрсетілген жексенбілік мектептер, және ол жерде 15 баладан саны көп болмау керек. Одан кейін сол қиындық тудырған күрделі оқу мақсаттарын сол жерге жинақтап, күнтізбелік тақырыптық жоспар жасап, сол тақырыптың төңірегінде балаларға тапсырма беріп, ол тапсырманы өзіміз балалармен бірге жұмыс жүргізіп отыратын боламыз. Биылғы оқу жылының ерекшелігі де дәл осында болып отыр. Құрметті әріптестер, сіздерді толғандырып жүрген сұрақтар болса, ұсыныстарыңыз болса, айтуларыңызға болады. Сіздер білесіздер, осы жаңа оқу жылы басталғанда сағат бөлу, сағатты қай сыныпта қанша сағат, оның барлығын сіздермен түсіндіру жұмыстары осы уақытқа дейін жүргізілді. Аудандық әдіскерлер ол бойынша бірнеше сұрақтар қойып, біз өзіміздің арнайы чатымызда жұмыс жүргіздік. Яғни оқыту қазақ тілінде сабақ жүргізілетін мектептерде ешқандай өзгеріс жоқ. Қоғамдық гуманитарлық бағыт бойынша 10-11 сыныптарда және жаратылыстану математикалық бағыт бойынша да ешқандай өзгеріс жоқ. Ал енді БЖБ және ТЖБ тапсырмалары, яғни БЖБ саны, ТЖБ саны бойынша сіздерде әдістемелік нұсқаулықта көрсетілген 5 және 9 сыныптар аралығында және 9-11 сыныптар аралығында БЖБ саны қанша және ТЖБ саны қанша екендігі сіздерге берілген. Ал сіздер дәл қазіргі кезде БЖБ алуды бастадыңыздар. БЖБ-ны қалай әр бөлім бойынша жинақтап алып жатырсыздар. Енді 2 БЖБ алынса, 2 сағат сабақ өтілетін сыныптарда, ал енді ТЖБ 1 рет алынады, оны барлығыңыз жақсы білесіздер. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтарыңызды чатқа жазып жіберулеріңізге болады. Егер бізде, тағы да қайталап айтамын, бізде білім олқылықтарының орнын толтыру бойынша бірінші кезекте сабақ кестесін құру. Ол сабақ кестесі бойынша оқушыларды шақырып жұмыс жүргізу. Ол қай уақытта шақырамыз? Сенбілік немесе жексенбілік кеңес өткізу топтарын құрамыз. Каникул күндеріндегі кеңес өткізу топтарын құрамыз, және жазғы мектеп күндерінде кеңес өткізу топтары. Яғни кеңес өткізу деген ол жерде балаларды жинап алып, жиналыс өткізу емес, осы балалардың меңгермеген, толықтай түсінбеген тақырыптар бойынша жұмыс жүргізесіздер. Қазақ тілі немесе әдебиет пәні бойынша балалармен ашық сұрақ жауап ретінде олардың қай тақырыпты түсінбеді, неге түсінбеді, міне осы жұмыстарды жүргізетін боламыз. Енді жыл бойына іс-шара жоспарын жасап, оны бекіттіргеннен кейін, сіздер ол бойынша қыркүйектің 2 аптасынан бастап жұмысты бастап кетулеріңіз қажет. Яғни қыркүйек айының 2 аптасынан бастап мектеп әкімшілігінде диагностикалық талдау жұмыстары жүргізіледі. Яғни қай сыныпта, қай баланың білімінде олқылықтар бар. Бірінші кезекте анықтау, диагностика дегеніміз. Оны анықтап болғаннан кейін сол бойынша жұмыс жүргізу. Пән бағдарламасы бойынша оқу мақсаттары кіріктірілген қысқа мерзімді жоспармен сабақты ұйымдастыру арқылы оқушылардың біліміндегі олқылықтарды толықтыра отырып, жаңа оқу мақсаттарын жасайсыздар.
Ал енді сіздер қазір қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша балалармен бетпе-бет кездесіп, сабақты күнделікті мектепте өткізіп жатырсыздар. Өткен пандемия кезіндегідей қиындықтар туындап, тапсырма бере алмай қалу, сабақты уақытында үлгере алмай қалу, балалардың барлығынан үй тапсырмасын түгел сұрай алмай қалу сияқты мәселелер қазір бізде жоқ деп ойлаймын. Себебі сіздер балалармен бірге бетпе-бет кездесіп жатырсыздар. Түрлі әдіс тәсілдерді, АКТ қолдану арқылы сіздер балалармен толық деңгейде сабақтарыңыздың оқу мақсаттарына жетіп жатырсыздар. Яғни бағалау критерийлері бойынша, дескрипторлар бойынша, күтілетін нәтиже бойынша, кері байланыс беру мәселесі де барлық толыққанды игеріліп жатыр деп ойлаймын. Себебі қазір біз мектепте оқып жатырмыз. Сондықтан енді бірінші мәселе тағы да қайталап сол қашықтан оқыту кезіндегі үлгере алмай қалған, балаларға толық бере алмай қалған білім олқылықтар, яғни балалардың түсінбеген тұстарын күнделікті сабақ үстінде отырып ақ анықтауға болады. Яғни қай бала қай жерде ақсап тұрғанын, осы білім олқылықтарын орнын толтыру үшін, міне тағы да қайталап айтам, бірінші тоқсан, екінші тоқсаннан кейінгі демалыс күндерінде ұйымдастыратын боласыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Саламатсыз ба, Ақмарал апай? Я, саламатсыз. Отырғандарына Ерубай мектебінің қазақ тілі пәнінің мұғалімі Бектұрған Мейірхан. Я. Апай, біз былтыр офлайн оқыдық. Бір оқу жылы түгелімен. Енді бізге олқылық жоспары деген жасаймыз ба? Соны бір ештеген едім. Бектұрған ағай, дұрыс айтасыз. Сіздер бір жарым жыл бойы сіздер қашықтан оқыту бойынша жұмыс жүргіздіңіздер. Енді өзіңіз айтып отырсыз, білім олқылықтары анықталды. Балалар ақсап қалды, балалар үйде болды. Толыққанды сабақ жүргізілген жоқ. Сол бойынша сіздер осы бірінші тоқсанның демалыс күндерінде балаларды мектепке шақырмай-ақ онлайн түрінде де, немесе егер қол жетімді болмаған жағдайда байланыс. Сіздер балаларды мектепке шақырып, егер қазақ тілі 2 сағат болса, 2 сағаттық күнтізбелік жоспар құрасыз, әдебиет 2 сағат болса, оған да 2 сағат көлемінде, немесе егер 3 сағат болып жатқан жағдайда баланы қайта-қайта 3 сағатқа шақырмай-ақ 2 сағат көлемінде қосымша сабаққа шақырасыз. Жаңа айтып өттім ғой, әдістемелік нұсқауқатта берілген сенбілік және жексенбілік кеңес топтарын құру. Одан кейін демалыс күндеріндегі кеңес топтарын құру деп айтылып жатыр. Дәл қазіргі кезде тағы да қайталап айтайын, естімеген, кейіннен қосылған әріптестер болса, дәл қазіргі уақытта біз аудандардан және Түркістан қаласынан облыстық шығармашылық топ мүшелерін шақырып жұмыс жүргізудеміз. Яғни осы күнтізбелік тақырыптық жоспарлар мәселесімен демалыс күндері, немесе жексенбілік, сенбілік мектептерге демалыс кездерінде балалардың біліміндегі олқылықтарды жою мақсатында әдістемелік құрал жазып шығару. Дәл сол күнтізбелік тақырыптық жоспарды облыс көлеміне бірыңғай етіп, жүйелі етіп тарату. Ал оған дейін сіздер де қарап отырмай, өздеріңіз осы жоспар құрып, ол жоспар бойынша балалармен жұмыс жүргізесіздер. Әр топта 15 баладан аспауы тиіс. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Саламатсыз ба, Ақмарал апай? Я, саламатсыз ба? Апай, жаңағы ағайдың сұрағы ше, негізі бізде офлайн оқыдық. Сонда да олқылықтың жоспарын жасаймыз ғой сонда, я? Әрине жасайсыздар. Себебі сіздің сыныбыңызда, сабақ беретін сыныбыңызда 20 бала болсын, 22 бала болсын, барлығы оқу мақсаттарына сәйкес білімдерін өте жақсы болып жатқан жағдайда, бәрібірде 1-2 оқушыны болады ғой, үлгермейтін, сол үлгермейтін балалармен шақырып, 2 бала болсын ол.
жеке жұмыс индивидуальный деп айтатын едік қой. Міне осы бойынша жұмыс жүргіземіз. Мейлі 5-ші А сыныбында мейлі жақсы бола қойсын, бірақ 5-ші Б сыныбынан 6 немесе 7 оқушы үлгермеуі мүмкін ғой. Сондықтан біз бұл білім олқылықтарын жою мақсатындағы іс-шара жоспарын және күнтізбелік тақырыптық жоспарды жасаймыз, құрметті әріптестер. Тағы да сұрақтарыңыз болса? Жарайды апай, рахмет. Мектептеріңізді, аудандарыңызды атап өтсеңіздер, құрметті әріптестер. Өте жақсы. Жетісай ауданы 63 Алтынсарин мектебінен апай, Ақмарал апай мен. Жақсы. Өте жақсы. Мен Отырар ауданы Саттар Ерубаев атындағы шағын жинақты жалпы орта мектептен ғой. Білемін сізді, Бектұрған ағай, өткенде сіз байқауға қатыстыңыз, өте белсенділік таныттыңыз. Мен сізді жақсы танып отырмын, Бектұрған ағай. Сіздер алдағы уақытта да осылай шығармашылық жұмыспен айналысады деп ойлаймын. Біз бұл онлайн әдістер бойынша ай сайын бір рет кездесіп отыратын боламыз. Көкейтесті мәселелеріңіз, ойда жүрген, толғантып жүрген мәселелеріңіз бойынша сіздер сұрақ қойып, өз ойларыңызды, өз сұрақтарыңызға тиісті жауаптарыңызды ала аласыздар. Құрметті әріптестер, тағы да қандай сұрақ сіздерді мазалап жүр? Сіздерде қазір барлығы жақсы ма? Оқушылар түгел қатысып жатыр ма? Қазір білесіздер, оқушылар үйде отырып қалғандықтан мектепке өте тың серпінмен, тың ізденіспен, ұстаздарын да, мектептерін де сағынып келді. Сондықтан олар қазір қандай шығармашылықпен айналысса да, күрделі тапсырмалар берсеңіздер де, балалар қазір барлығына дайын деп ойлаймын. Ата-аналар да сондай көңіл күйде деп ойлаймын. Себебі мектепке қайта оралу мәселесі біз үшін көптен күткен бір мәселеге айналды. Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына білесіздер, тек қана оқып кел, мынаны жазып кел деп емес, шығармаларды оқыту мәселесі, көркем шығарманы оқу, түсіну, білу, оны салыстыра білу, және интерпретация деп жатасыздар. Міне осының барлығын жаңағы оқу сауаттылығы бойынша тек қана ұбт-ға дайындайтын оқушы ғана оқу сауаттылығын меңгерту керек деген қағидаттан алыстау болуымыз керек. Түсініктен біз әрқашанда оқу сауаттылығына мән беруіміз керек. Сауатты тұлғаны, өте батыл тұлғаны, елдің алдына шығып өз ойын ашық айта алатын баланы тәрбиелеу тек бізге байланысты. Сондықтан бұл оқу сауаттылығының төңірегінде бірнеше мәселе жатыр. Яғни сауатты азаматты тәрбиелеу. Тағы да сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады, құрметті әріптестер. Ақмарал апай. Сұрақтарыңыз. Маған Жаңа тағы мен ғой Алтынсариннен, Жетісай ауданы. Мысалы, біз қазақ тілінен БЖБ-ның орнына диктант алсақ қалай болады? Балалардың сауаттылығы өте нашар болып бара жатыр. Құрметті әріптестер, БЖБ ол жоспар бойынша қойылады. Ол білесіздер, бөлім бойынша тақырыптарды аяқтаған кезде біз бөлім бойынша жиынтық бағалау жүргіземіз. Ал енді ол жерге біз бұл диктантты қоя алмаймыз. Біз осы жаңартылған білім беру мазмұны бойынша семинарларды өткізген кезде, оқыту семинары, ақпараттық семинарларды өткізген кезде айтқан болатынбыз. Сіз өзіңіздің сабағыңыздың ішінде, бұрынғыдай бізде білесіздер, қазір жоспар бойынша бізде диктант жоқ. Бақылау диктанты, қатемен жұмыс деп жүргізетін бұрынғы жұмыстар бізде қазір жоқ. Ал енді сіздер сол өзіңіздің өткен тақырыбыңыздың айналасында жаңағы терме диктант, сөздік диктанты, шығармашылық диктант деп өзіңіз тапсырма беру арқылы осы сөйлемдердің арасынан баяндауышты тауып астынсыз, бастауышты деп баяғыда жұмыс жүргізетін едік қой. Міне осы сияқты 10 минут, 15 минутқа жазылым дағдысын қамти отырып, жазылым дағдысын іске асыру мақсатында диктант ала аласыздар. Дұрыс айтасыздар, бізде қазір балалардың жазылым өте төмен жағдайда тұр деп айтуға болады. Себебі біздің балалар жазып атқан жоқ, тек қана бізде үнемі осы сұрақ бойынша мұғалімдер өздерінің ойларын айтады.
яғни диктант жоқ. Біз диктант жоқ, күнтізбелік тақырыптық жоспарда көрсетілмеген деген сұрақтарға осылай жауап береміз. Әр мұғалім өзінің сабағында, өзінің тақырыбына сәйкес етіп, ол диктантты алуына болады. Терме диктант, сөздік диктант, шығармашыл диктант, көру диктанты деген бізде бірнеше диктанттардың түрі бар. Осы диктанттарды міндетті емес, біз 40 минут, 45 минут диктант алуға, 15-20 минут көлемінде диктантты аласызда, балалардың сауаттылығын, жазылым дағдысы бойынша қабілетін анықтап, сол бойынша да сіз білім олқылықтарын жою мақсатында жұмыс жүргізе аласыз. Міне осы балалардың тізімін сіз жаңағы топқа қоса аласыз. Бірақ БЖБ-да диктант алу көзделмеген. Оны өздеріңіз өте жақсы. Рахмет. Жақсы. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Мына жерде бір әріптесіміз былай сұрақ қойыпты. Олқылықтарды жою бойынша сынып оқушылары түгел қамтылады ма деп. Олқылықтарды жою бойынша өзі аты айтып тұрған жоқ па? Олқылық кімде болып тұр? Және неден болып тұр? Олқылық оқушыда. Оқушының меңгере алмаған тақырыбында. Оқушының жаза алмай жатқандығы немесе мәтінді толыққанды оқи алмай жатқандығы, түсініп айтып бере алмай жатқандығы. Сондықтан сіздер бұл жерге мүмкіндігінше меңгере алмай жатқан оқушыларды шақырғандар дұрыс болар еді. Құрметті әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мақтаарал ауданы нөмір 10 Асылмұра жалпы орта мектебінен. Мынау олқылықты жою тақырыбы бір жылға түзіледі ме іс-шарасы? Одан кейін осы іс-шара түзілгеннен кейін оқушыларды сенбі, жексенбі күндері шақыруларыңызға болады деп отырсыз ба, сіздің сөзіңізге қарағанда? Одан кейін шақырғаннан кейін жаңылда бір әріптесіміз айтты ғой, қазір оқушылардың жазба жұмыстары өте нашарлап бара жатыр, грамматикалық қателер өте көп. Енді қазір біз жаңа БЖБ-ның үстінен алсақ бола ма деп. Енді БЖБ-ны алып отырып біз жазба жұмысты ала алмаймыз. Бірақ жаңа сіздің өзіңіздің де сөзіңіздің жаны бар. Бірақ осы олқылықты жою жұмысының барысында осы диктантты кіргізіп өтсе қалай болады екен? Өте жақсы. Құрметті әріптес, сіздің ойыңызға мен қосылам. Неге біз балаларды шақырып, жаңағы әріптесіміз айтты, оқулықтарды жою бойынша балаларды түгел қамти аламыз ба деп. Егер бала келгісі келіп тұрса, баланың ынтасы болса, неге біз қосымша сабақтарға, қосымша сабақ деп айта берейікші, балалардың біліміндегі олқылықтарды жою мақсатында сенбілік, жексенбілік топтарды құру, және оның кестесін құру деп отыр әдістемелік нұсқаулықта берілген. Сіздер тағы да бір оқып шығып таныссаңыздар болады. Міне сол жерге сіздің сөзіңіз өте орынды. Балаларды шақырып, сіз диктант алыңыз. Сіз мәтінмен жұмыс жүргізіңіз. Мүлдем үлгермеген оқушымен көбірек жұмыс жүргізің, уақытты көбірек бөліңіз. Өте дұрыс айтасыз. Неке сол жерде диктанттың түр-түрін алыңыз. Көру диктантын алыңыз, шығармашылық диктант алыңыз, немесе мәтінді оқытып, сол мәтіннен есіңізде қанша сөз қалды, есте сақтау қабілет, есте сақтау диктантын алыңыз. Міне бұның барлығы баланың ойын дамыту, баланың ойлау қабілетін дамыту, баланың жазылым дағдысы бойынша грамматикалық сауаттылығын дамыту. Дұрыс айтасыз, бізде грамматикалық сауаттылық жағынан балалар өте кенже қалып жатыр. Неге? Бізде жазылым өте аз болып тұр. Сондықтан сіздер жаңағы сенбі, жексенбі күндері мен сіздерге мектепке шақырып емес, онлайн күйінде де тақырып бере беріңіз. Сіз білесіз, сыныбыңызда Абдуллаев деген оқушының мүлдем жазалмай, үлгермей жатқандығын, немесе оның есте сақтау қабілетінің де нашар екенін білесіз, баланың томаға тұйық екенін білесіз. Біздің қазақ тілі мен әдебиеті сабағы баланы сөйлететін, баланы жаздыратын өз ойын, баланы шығармашылыққа баулитын сабақ емес па? Сондықтан сіздің ойыңыз өте дұрыс. Егер біз сенбілік, жексенбілік кеңес тобына немесе
жазғы мектепке әр 90 аяқталғаннан кейінгі демалыс кезіндегі сабақтарға шақыратын болсақ, онда міндетті түрде сіз осы диктанттың түрін қойып, балада жазылым дағдысын қалыптастырыңыз. Мен сіздің ойыңызды тікелей қосыламын. Өте жақсы, орынды. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Әдістемелік нұсқаухатта былай деп жазылған: білімінде олқылықтары бар оқушылардың топтарымен өткізілетін кеңес беру кестесін жасау. Білімінде олқылықтары бар оқушыларға өткізілетін кеңес беруді сәйкес келетін жаңа тақырып пен оқу мақсатына сабақ жоспарлаудан бұрын өткізу. Білімінде олқылықтары бар оқушылардың топтарымен өткізілетін кеңес беру кестелерін жоспарлау принциптері: жаңа сабақтан бұрын кеңес беру, жұмыс күндеріне сыймаған жағдайда сенбілік және жексенбілік кеңес беру, 2-ші, 3-ші, 4-ші тоқсандық каникул күндеріндегі кеңестер және жазғы мектеп күндеріндегі кеңестер. Яғни сіз алдыңызда отырған оқушыңыздың қай оқушы қай тақырыпта меңгере алмай жатыр, ілесе алмай жатыр. Міне осы баламен дәл сол тақырыптың төңірегінде сабақ кестесін құрыңыз, жоспар құрыңыз, одан кейін сол баланың жұмысын сол жерге жинақтаңыз, папка арнаңыз. Міне сонда сіздің жазғы мектептегі, сенбілік, жексенбілік мектептегі жұмысыңыздың нәтижесін көретін боласыз, және ата-ананың алдында да сіз өзіңіздің еңбегіңізді жайып көрсете аласыз. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Оқулықтарды жою мақсатында 8-ші сынып оқушыларына оқулықтағы тақырып бойынша аламыз ба? Иә, әрине, біз оқулықтан, оқу бағдарламасынан ешқайда ауытқып кете алмаймыз. Біз басқа жақтан алып кеп балалардың алдына қоя алмаймыз. Мысалы, сіз бүгін өттіңіз, бір тақырыпты өттіңіз, ал сол тақырып бойынша сабақ сұраған кезде сіздің оқушыңыз сіздің ойыңыздағыдай жауап бере алмады, ол мәтінді меңгере алмады, ол жерде өзінің ойын ашық жеткізе алмады. Міне сіз сол тақырып төңірегінде алуыңызға болады. Мысалы үшін, Төлен Әбдіков қонақтар тақырыбын өттіңіз, ол бойынша бірінші сабақта оқушылар түгелімен қамтылды, бірақ бала қонақтар әңгімесінің тақырыбы мен идеясын толық сізге ашып бере алмады. Ал енді соны тағы да қосымша осы сабақ кестесіне қосып, қонақтар тек қана сол тақырып төңірегінде қалып қоймай, қазақ халқында қонақ деген қандай мағынаны береді, қонақ жайлылық деген сөздің мағынасы қандай, немесе қонақтардың қанша түрі бар, қандай түрі бар, қонақты қалай сыйлау керек, ал егер сен қонақ болған жағдайда қалай өзіңді өзің ұстар едің деген сияқты бізде тақырып бойынша эссе де ала беріңіз, диктант ала беріңіз, балаларға сұрақ жауап ретінде бір-бірімен өзін-өзі бағалау, өзара бағалау, топтық жұмыс деп жүргізіңіз. Міне соның арасында сіз байқайсыз, кім меңгере алмай жатыр, кім үлгере алмай жатыр, кім мүлдем үлесе алмай тұйық болып бір шетте қалып қойды. Міне осы баламен жұмыс жүргізіңіз. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қоюларыңыз. Сұрақ қою. Ақмарал апай, саламатсыз ба? Иә, саламатсыз. Жәнібек. Ақмарал апай, саламатсыз ба? Мен төлемін Білем. Я білем, ертуған, таним, айта бер. 11-ші сыныптарда қазақ тілі пәні аптасына бір рет болады. Әдістемелік нұсқаухатта БЖБ 90-на 2 рет алынады деп көрсетілген. Ал егер 10-ші сыныпта, 1-ші тоқсанда бір ғана бөлімді оқытатын болсақ, бір БЖБ алуға болады ғой. Егер 2 бөлімді оқысақ, 2 БЖБ ала беретін едік қой. Енді бірақ бөлім болып тұр 1-ші тоқсан бойынша. Сонда бір БЖБ алсақ болады ғой. Бізде басында айтылған тұғын, егер сағат саны сынып бойынша немесе әдебиет сабағы болсын, мейлі ол қазақ тілі сабағы болсын, егер 1 сағат болатын болса, апталық жүктеме саны, онда бөлім бойынша жиынтық бағалау саны да біреу болу керек. Ол сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс.
егер 10-шы сыныпта қоғамдық гуманитарлық бағыт емес жаратылыстану математикалық бағытта шығарып 1 сағат беріліп жатса, сіз бөлім бойынша жиынтық бағалауды 1 рет аласыз. Жақсы, құрметті әріптестер, тағы да сұрақтарыңыз болса, жалғастырайық. Арада кідіріс, мүдіру болып қалмасын. Сіздер өте белсенді түрде қатысыңыздар. Мынау мен тағы да Мақтаарал ауданы нөмір 10-шы Асылмұра жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Базарбаева Ақмара болам. Енді Ақмарал Еламановна кейін тағы кешіресіз, тағы сұрақ қойып жатыр екен демеңіз. Қоя беріңіз. Енді белсенділік таныту керек қой, себебі енді мынау бұл конференция білмегенімізді білдірту, егер де жаңағы түсінбегенімізді түсіндіру жолындағы бұл конференция енді. Дұрыс айтасыз. Олқылықты жою жаңа жоспарын түзіп, бір папка арнадық, мысалы. Мысалы, уже оқудың да бастағанымызға уже 1 айдың көлемі болып қалды. Мысалы, мен олқылықты жою жоспары бойынша мен 1 мәрте тапсырма алдым оқушылардан. Ол дәптерге орындатқызып, ол папкаға салдырып қойдым. Енді менде сұрақ, сіз жаңа айтып отырсыз, олқылықты жою жоспары бойынша осы мысалы 8-ші сынып па, сол 8-ші сыныпта тақырып өтіп жатырмыз, содан не қиындық тудырды, соны жоспар қылып түзесіз деп отырсыз ғой, сіз ойыңыз солай түсіндің ба? Иә. Ал енді мен өз ойымды айтып өтейін. Мен олқылықты жою жоспары бойынша, мысалы, мен 8-ші сыныпта онлайн, биыл 8, былтыр 7 болды. Бұлар онлайн кезде қай тақырыптан мен біліп отырдым, қай оқушы қай уақытта жауап бергенін барлығын енді жаңа WhatsApp арқылы болған екен. Күрделі тақырыптарды мен мысалы 7-ші сыныптың тақырыбын алдым да. Соларды да біраз қамтып өтейін деген мақсатта. Сол дұрыс па? Рахмет. Өте дұрыс. Сіздер білесіздер, 5-ші сыныпта басталған тақырыптар жыл сайын қайталап отырады шиыршық қағидат арқылы. 5-ші сыныпта өтілген тақырыбымыз 6-ші сыныпта келеді, бірақ оқу мақсаттары күрделенеді. 7-ші сыныпта тағы да қайталанады, бірақ ол тағы да күрделене түседі. Енді қараңыздар, оқу мақсаттары бойынша білімінде олқылық танытқан оқушыларды, мысалы, 6-ші сыныптағы тақырыбыңызды, немесе 7-ші сыныптан бастап, ол білімді орнын толықтыру үшін сіз қайталау білім анасы деуші еді ғой, білесіздер ғой. Қайталап балаға, қайтадан түсіндіріп, оны ұғындырып, дәл сол былтырғы өтілген тақырыпты төңірегінде сөз қозғап барып, биылғы тақырыпқа түсетініңізді мен жақсы түсініп тұрмын. Сондықтан сіздің айтып отырғаныңыз өте дұрыс. Былтырғы күнтізбелік тақырыптық жоспардан оқу мақсатын алып, сол бойынша оқушымен жұмыс жүргізуіңізге әбден болады. Енді қараңыздар, оқу мақсаттары бойынша білімінде олқылығы бар оқушылардың санына байланысты өткен тақырыптардың ішінен қиындық тудырып тұрған тақырыптар мен оқу мақсаттарын анықтау. Мысалы, қандай да бір тақырыпты меңгермеген оқушылардың саны көп болса, сол тақырып күрделі болып есептеледі. Дұрыс па? Мысалы, сіз бүгін 25 оқушыға сабақ өтіп тұрсыз, 15 оқушыңыз өте жақсы меңгерді, белсенділік танытты, сіздің ойыңыздан шықты, сіз оларға керемет кері байланыс бердіңіз, ал енді 10 оқушыңыз ақсап тұр. Міне, яғни сіз 10 оқушыңыздың білімінде олқылық бар. Міне, осы 10 оқушыға арнайы тапсырмалар дайындап, деңгейлімен дайындап, даралап оқыту, саралап оқыту деп жатушы едік қой. Үлгерімі төмен оқушымен жұмыс, дарынды балалармен жұмыс деп, яғни үлгерімі төмен оқушымен жұмыс деген лексиконымыздан шығып кеткен болатын. Биыл мінекей мынау пандемия, елімізде орын алып жатқан қашықтан оқыту жағдайына байланысты үлгерімі төмен оқушымен жұмысты күшейту, оны жандандыру мәселесі биылғы әдістемелік нұсқауқатта тағы да орын алып отыр. Сондықтан сіз өткен жылғы тақырыптан алып, балаға тапсырма беруіңізге болады. Тақырыпты меңгермеген оқушылардың саны аз болса, ол тақырыптың күрделілігі төмен болып есептеледі. Яғни, бала меңгерді деген сөз.
бала сіздің ойыңыздан шықты. Мына жерде тағы да бір әріптесімізден сұрақ келіп түсіпті. Ақмарал апай, жоспарды 90 согына жоспарласа болады ма деп. Әрине болады. Сіз қазір күн сайын тыңғылықты өзіңіздің күнтізбелік тақырыптық жоспарыңыз бойынша жұмыс жүргізіп жатырсыз. Ал бірақ сіз арасында балаларыңыздың санын, балаларыңыздың меңгермей жатқан балаларды өзіңізге түртіп алыңыз, және сенбілік, жексенбілік мектептерге балалар келсе, оны көресіз, болмаса сіз демалыс күндеріне шақырған кезде дәл сол тақырып бойынша жоспарлап, сол жоспардың төңірегінде балаларға тапсырма беріп, балалармен жұмыс жүргізіп, диктантты да алыңыз, шығарма да беріңіз, мәтін бойынша жұмыс та жүргізіңіз, оқу сауаттылығы бойынша тесттер дайындаңыз, балаларға бір-біріне сұрақ қоя білуге үйретіңіз. Мінекей, міне олқылықты жою, ол бір керемет жан-жақтан келетін бір тақырып емес, ол өзіңіздің күнделікті жұмысыңыздың арасында тәжірибеңізде кездесіп жатқан нәрсе. Олқылықпен жұмыс жасау барысында биылғы жылы емес, былтырғы жылдың оқу жоспарымен жасадық. Мысалы, 6-шы сыныпқа 5-ші сыныптың жоспарын жасадық дейді Арыс ауданы. Яғни, мен тағы да қайталап айтамын, сіз оқулықпен жұмыс жасау барысында баланың қай тақырыпты меңгермегенін, яғни 5-ші сыныпта ол отырып қалды ғой, қашықтан оқыту жағдайында отырды, үйде болды, толыққанды үй тапсырмасын сіз сұрап үлгерген жоқсыз, бала жасап үлгермеді, немесе 45 минуттық толыққанды сабақ өтілген жоқ, 25-30 сағат, 30 минут көлемінде бала барлығын өзінің құйып алды, бала өзіне меңгеріп алды, бала тез қызығып оқыды деп айта алмаймыз. Себебі бірде ол кіре алды сабаққа, WhatsApp арқылы кірді, телефон арқылы кіріп жатыр, бірде кіре алмай қалды. Немесе сабақ толыққанды бала меңгерген жоқ. Сіз 6-шы сыныпқа 5-ші сыныптың жоспарымен жұмыс жүргізе аласыз. Сіздің шеберлігіңізде, сіздің кәсіби құзыреттілігіңізде 5-ші сыныптан аласыз ба, 6-шы сыныптан аласыз ба? Сіздің түпкі мақсатыңыз баланың білім олқылықтарының орнын жою, орнын толтыру. Міне осы мақсатта жұмыс жүргізіп, нәтиже алсаңыз, сіздің жоспарыңыз іске асты деген сөз. Әдістемелік нұсқау хатта қазақ тіліне берілген беттердің 100-ші бетін ашыңыз. 100-ші бетінде 2021-2022 оқу жылында білім алушылардың өткен оқу жылындағы біліміндегі олқылықтардың орнын толтыру және жаңа оқу жылына арналған оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарының меңгерілуін қамтамасыз ету бойынша мақсатты жұмыс жоспарын дайындаудың реті деп сіздерге үлгісін беріп қойған. Және жазылым, оқылым, тыңдалым, айтылым, ал оқыту қазақ тілінде емес мектептер үшін сөйлесім дағдылары бойынша қандай тапсырмаларды берсек болады, қандай тапсырмаларды басшылыққа алып жұмыс жүргізуге болады. Қайткен күнде біз балалардың бойында тілдік дағдыларды толық меңгерте аламыз. Осы бойынша жоспарлау жұмысы, диагностикалық жұмыс, оқу мақсаттарын қалай анықтау, барлығы берілген. 100-ші беттен бастап, мінекей, 100-ші, 101-ші, 102, мінекей, 5-ші сыныпта, 7-ші сыныпта, 6-ші сыныпта, 8 барлығы көрсетіліп қойған. Яғни бір жаңа оқу жылының бағдарламасына сәйкес келмейтін күрделі оқу мақсаттары бойынша жеке консультациялар өткізуге ұсынылатын күрделі тақырыптар мен оқу мақсаттары. Ол қай мақсат? Яғни 6-ші сыныпта 6-1-3-1, яғни 6-шы сынып, 1-ші бөлім, 3-ші бөлімше және 1-ші оқу мақсаты. Әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау. 6-3-4-1, яғни 6-шы сынып, 3-ші бөлім,
4-ші бөлімше және 1-ші оқу мақсаты. Шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау. Сіз алысқа бармай-ақ қойыңыз, әдістемелік нұсқауқатты ашыңыз және 100-ші беттен басталған осы білім олқылықтарының орнын жою бойынша жұмыстың реттілігімен осыны бір оқып шығып, осы бойынша ақ жүргізе беріңіз. Одан кейін сіздерге тағы да бір айтып кеткім келген мәселе, көбінесе бізге әріптестерімізден мынандай сұрақтар туындап жатады. Абай мектептерінің желісі бойынша қандай жұмыстар жүргіземіз? Яғни ол сіздерге жалпы орта білім беру ұйымдарына арналмаған, ол дарын мектептеріне арналған. Тереңдетілген абайды жүргізетін сыныптарға арналған. Сондықтан сіздер тек қана абайтану курсы бойынша факультатив сабақ өтесіздер. Абай мектептерінің желісі бізге қатысы жоқ. Ал құрметті әріптестер, егер де сұрақ, ой, пікір, ұсыныс жоқ болса, біз бүгінгі сіздермен сұхбатымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ендігі онлайн әдістерде сіздерден сұрақтар, керемет ұсыныс пікірлер күтетін боламыз. Рахмет, таппай сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.